Барлықтарыңызға сәлем. Тағы да Life of Luxury. Бұл жолы біз тағы да 3 видеосына шолу жасамақшымыз. Сондықтан лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Life of Luxury YouTube арнасына қысқаша шолу жасаймыз. Бұл жолы көмекті Хлой атты қыз шақырады. Ол өзінің ағасы және әкесімен бірге орман ішіндегі үйде тұрады екен. Әр түн сайын қыз жертөледен әлде бір шуды естіп, шошып ояна береді. Әкесі болса оның не екенін түсіндіруден бас тартып, ашуға булығады. Ой, бұнда құпияға толы оқиғаларды естісе, біздің Честер мен Паркер тура бір тегін iPhone таратып жатыр дегенде естігенде ұшып барады. Есікті шошынған Хлой ашады. Содан соң ішке кіреді де, бойы ұзын түрі ұсқынсыз ділдеп қалған тіршілік иесімен кездеседі. Ары қарай үшеуі қонақ бөлмеге кетеді. Ол жерде Хлой өзінің мәселесімен тағы да бөліседі. Түнде жертөледен дыбыстар естейтінін және ағасының неліктен екенін білмейді, бірге тұрмайтынын да сөз арасына қыстырады. Әңгімесін тыңдап болып, Честер мен Паркер үйді толықтай қарауға рұқсат алады. Олар интрига ұстамай бірден жертөледен бастауға шешім қабылдайды. Сықырлаған баспалдақтан төменге түссе, көрінген жердің бәрінде ақ мата мен клёнка тігулі тұр. Бір бұрышта төсек пен тумбочка орналасқан екен. Честер оның ішінен бірнеше иттің мойын ілгіштерін табады. Ары қарай жүре отырып, жігіттер хирургиялық бөлмеге тап болады. Кіре сала Паркер камераларды орнатады, ал Честер болса бір қара жәшікті көзі шалып қалады. Бұл не болды екен деп тұрғанда, Хлойдың айқайлаған даусы шығады. Дереу екеуі жоғарыға көтерілсе, ұсқынсыз әкесі оның жағдайы нашарлап кетті. Сондықтан ол кішкене тынығып алу керек дейді. Солай Честер мен Паркер қыз жатқан бөлмеге камерасын орнатып, әкесінің бөлмесіне кіруге шешім қабылдайды. Ол жерден олар компьютерді көреді. Ішінен бір сайтқа кірсе, Хлойдың ұйықтап жатқан фотосы мен басы қыз, денесі ит секілді суретті көреді. Мұнда көп бөгелуге болмайды, себебі әкесі келіп қалуы мүмкін деп олар бөлмеден шығады. Ұйықтайтын уақытта келіп жетті, және нағыз қызықта басталды деуге болады. Камерадан біз әкесінің балтамен компьютерді сындырып жатқанын көреміз. Хлой қатты дыбыстардан оянып кетіп, жанындағы үстелде тұрған судан бір ұрттайды. Бірнеше минуттан соң оның денесі дірілдеп, кейін талып қалады. Сосын әкесі келіп, Хлойды жертөлеге алып кетеді. Бір кезде камераны байқап қалып, басымен оны сындырып тастайды. Таңертең жігіттер үйден Хлойды да әкесін де таппайды. Солай түнде жазған жазбаларды көріп, жертөлеге аттанады. Хирургиялық бөлмеде құралдардың барлығы қан-қан болып жатыр. Бұдан кішкене сескенген Честер досына тезірек аман сауымызда бұл жерден көзімізді жоғалтқанымыз дұрыс десе, Паркер оған келіспей, мүмкін тағы бір түн қалып көрерміз дейді. Сол кезде бағана Честер көрген қара жәшік қимылдай бастайды. Одан соң оның ішінен бір қорқынышты тіршілік иесі шығады. Түнгі сағат 3-те жігіттер жертөледен әлдекімнің дауысын естіп оянады. Сөйтсек анау тіршілік иесі Хлой екен. Әкесі оның басын итпен қосып тастаған. Қыз алғашқыда тыныш тұрады. Кенет бірден шабуылдап, жігіттер терезе арқылы қашып кетеді. Тағы да жаңа қорқынышты оқиға. Милли есімді қыз, інісі Тимми қаза тапқаннан кейін, әкем қатты өзгеріп кетті дейді. Әкесі ағаштан Тиммиге ұқсайтын қуыршақ жасап, күн сайын қызға келіп қуыршақтың атымен оған сөйлейді екен. Честер мен Паркерге қандай оқиға болса да бәрібір. Үй иесі оларды күтіп алып, ішке кіргізеді. Солай үшеуі ақылдасып отырғанда, есіктен ағаш қуыршақ шығып, қонақтармен амандасады. Сонымен қатар ол, мен өлмедім, жай ғана осылай ойнап жүрмін дейді де кетіп қалады. Милли жігіттерге үйді қарап шығуға рұқсатын береді. Олардың бар қарағысы келгендері әкесінің шеберханасы. Ол жерден жігіттер күтпеген нәрселерді көреді. Ішкі құрылыстарды тасымалдау жәшігі, хирургиялық құралдар және кесілген қуыршақтың сызбасы. Суреттерді реттеп қойса, Честер қуыршақтың сызбасымен қатар адамның ішкі құрылысының да суретін байқайды. Солай екеуі шеберханадан шығады да, әкесінің бөлмесінің жанынан өтіп бара жатып, мына жазбаны түсіріп алады. Әкесі қуыршақпен сөйлесіп отырады. Сосын қуыршақты үстелге қойса, оның қолы жоқ екенін байқаймыз. Ұйықтайтын уақытта жетті.
Честер мен Паркер және Милли тыныш қана төсектерінде ұйықтап жатыр. Бірақ әкесі ұйықтамай, шеберханада қуыршақпен сөйлесіп отырады. Тимми оған ойнайықшы дейді. Ал ол болса, шаршап тұрмын қойшы деп, оны сөреге қоя салады. Сол сәтте қуыршақ Тимми ауыр банканы алып, әкесінің басына лақтырып жібереді. Сөйтсе қуыршақ тірі екен. Түнгі сағат 2-лер шамасында жігіттер біреудің күлген даусынан оянып кетеді. Бұл не болды екен деп үйді қарауға шықса, алдарынан қуыршақ кездесіп, Честерге қарай шабуылдайды. Олар екеулеп жүріп әрең дегенде одан құтылады. Сол кезде Тиммидің екінші жоспары пайда болып, апасының бөлмесіне қарай кетеді. Біз сол сәтте қыздың айқайлаған дауысын естиміз. Ал жігіттер болса, қызды жалғыз тастап, өз әдетінше бәрін былықтырып қашып кетеді. Бұл жолы болса көмекті Оливия есімді қыз шақырады. Оның мәселесі әр түн сайын үйіне біртүрлі әйел келіп, есікті қағады екен. Суретін көріп па білмеймін, әйтеуір Честер мен Паркер одан бас тарта алмады. Көлікті тұраққа қойып, қажетті үйді іздей бастайды. Сол сәтте қараңғы түн болса да көзілдірген бір шешпейтін Честер әлдекімді байқап қалады. Алыстау жерден бір әйел қақаған қыстың аязы кезінде жеп-жеңіл киініп жүр екен. Паркерді болса бұл мүлде алаңдатпайды. Ол тезірек Оливиямен кездескісі келіп жүрген секілді. Тезірек үйді табайық деп ұсыныс тастайды. Міне керекті мекенжайға да келген секілді. Бірақ есікті бір какой-то оқ өтпейтін майка киген мужик ашады. Жігіттерді үйге шақырып, бар шындықты жайып салады. Сөйтсек, Оливия дегенді мына ойдан шығартты. Нақтырақ айтсақ, мынаның есімі Чет. Просто ол бұрыннан екеуінің каналын көріп жүріп, тек қыздарға ғана көмек беретінін байқаған. Идеясына енді база жоқ. Бұл тек қана алдыр өсе емес, андай жағымсыз адам екен. Адам сыйлау дегенді білмей, болмайтын қуғынбай әзілдерімен жігіттердің мазасын әбден алады. Сосын Честер мен Паркер өз жұмыстары бойынша камераларды орнатуды бастайды. Осы кезде Четтің бөлмесінің терезесінен ұзын қолдар келіп оған шабуылдайды. Ары қарай не болғаны белгісіз, тек кейіннен денесі кілтілгіште ілініп тұрады. Честер осы кезде терезеге қарап тұрса, ұсқынсыз әйелді көріп шошып кетеді. Сосын қорыққан ол досына барып, көрген нәрсесін баяндайды. Паркер болса, Оливия өтірік болып шыққаннан ба, немесе үй иесінің қылықтарынан ба, құрсыншы бәрі, ұйықтайықшы одан да дейді. Түнде үйге бағанағы әйел терезеден кіріп келеді. Сосын Честер мен Паркер жатқан бөлмеге кіріп, оларға біраз қарап тұрады. Бір кезде бағанағы ұзын қолдар келіп, әйелді өзімен алып кетеді. Қастарынан танк өтсе де оянбайтын біздің жігіттерді бәрі бірде оятатын себеп табылады. Ұзын қара қолдар Честердің аяғын ұстап тартып алып кетеді. Бірақ қанша тырысқанымен олар өйтіп әйтеуір қашып құтылады. Осылайша жігіттер суға түсіп құрғақ шығуын жалғастырады. Ал Четке не болғаны белгісіз болып қала берді. Осылайша біз Life of Luxury YouTube арнасының тағы да бірнеше видеосын ашуды жасадық. Бізді қолдау үшін лайк басып арнаға тіркеліп кетсеңіздер жеткілікті. Бізде болса осы. Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.